Сәлем достар, бүгін сіздермен Казак Пост. Бүгінгі видео интернетте ақша табудың тағы бір жолы. Яғни бұл жолы біз тек ақшаны саламыз және сол салған ақшамыздан өзіміздің 1%-ын алып отырамыз. Бүгінгі сайттың аты FTC деп аталады, яғни толығымен айтатын болсақ Future Technology Company деп аталады. Қазіргі таңда 1 жылдан асып қалды бұл компанияның жұмыс істеп жатқанына, және бұл компания Ресейде орналасқан. Бұл компания негізінен биржалық сауда айналымымен айналысады, яғни сіздің ақшаңызды басқа бір компания және доллар айналымына салады, және сол табыстан сізге 1% төлеп отырады. Күніне 1%, яғни 24 сағат ішінде. Міне 381 күн болды жұмыс істеп жатқанына. Міне ол орташа толтыру міне. Қазір, яғни орташа есеппен айтқанда осыншама ақша толтырады. Бұл компания заңды, міне оның құжаттары, яғни Ресейде егер сіз баратын болсаңыз, мына құжаттармен оны тексерте аласыз. Және бұл компанияның партнерларын көрсете кетейін. Міне 1xBet, Alpari сияқты ірі компаниялар, яғни осы компаниямен бірігіп жұмыс істейді. Мен кішкене тұмауратып тұрмын, дауысым өзгеше болып тұрса. Так, мысалға бізде 24 сағат ішінде біз депозит аша аламыз, және ең ұзағы 1 айға дейін. 24 сағат ішінде біз тек 1,2% аламыз. Яғни бұл 30 күнге дейін де ашсақ болады. Бірақ егер сіз 30 күнге дейін ашатын болсаңыз, сізге тағы бір бонустар қосылады. 1,52%-ға дейін. Бұл жерде калькулятор бар, арнайы есептейтін. Соны қолданып көрейік. Минимум 100 рубльден басталады. Мен 24 сағатты көрейін. Міне, небәрі 1 рубль қосылды. Яғни күніне 1 рубль алып отырмыз. Егер мен осы сумманы 1 айға создыртсам, 141 рубль алып отырамын. Яғни 1 айда 141 рубль қосып береді. Мен әрине бұл жерде ең аз ақшаны қосып отырмын. Бұл егер сізге қызық болса, бізге ең алдымен тіркелу керек болады. Тіркелуді де көрсетіп кетейін. Егер түсінбей жатсаңыз, және бізге небәрі пошта қажет болады. Регистрацияны басамыз. Мен мына бір поштаны алам. Сіз негізгі главный поштаңызды жазыңыз. Email тастаймыз нәрге. Ваш имя дегенге мен өз атымды ала салайын былайынан. Фамилия деп жазайық. Ваш логин. Біз нәрде логинді өзгертуге тура келеді. Өйткені бұндай логин бар. 777 деп ала салайық. Ваш пароль дәл осылай қалу керек. Мен келісемін, мен робот емеспін. Дәл осылай бүкіл пошталарда жұмыс істейді. Тіркелу деген батырманы басамыз. Осылайша біздің кабинетке алып кетеді. Так, бұл логин бар екен, онда біз бұлай алайық. Деп алсақ. Бұлай басайық, яғни робот. Осылай капча толтыруға тура қажет. Өйткені біздікі робот деп қалуы мүмкін. Және екі браузерді бірден қатар ашып отқан жағдайда осындай қателіктер туындайды. Дәл осылай шығу керек сізге де. Содан кейін сізге осылай шығады. Яғни робот дегенді басасыз. И войти деп басасыз. Әрі қарай қалай жұмыс істейміз? Ол жағын менің кабинетімен кіріп көрсетейін. Мынау менің кабинетім. Әзірге менің балансым. Бірінші бізге ақшаны толтыруға қажет болады. Пополнение баланс дейміз. Нәрде таңдаймыз. Мен Kiwi'ді қолданам. Kiwi'дің негізінен бізге Ресейде тұрмағандықтан бізге рубль арқылы жұмыс істеуге тура келеді. Так, біз осыны таңдаймыз. Минимальный сумма дейді. Наверное, 100 деп жазамыз. Міне.
бізге осылай шығады. Біз мына нөмірге 100 рубль жіберуіміз қажет. Өзіміздің Kiwi'ге кіреміз. 100 рублімізді жібереміз. Ол жағын интернеттен іздесеңіздер табасыздар, қалай рубльге айналдыру керек екен, қалай жіберу керек екен интернетте бар. Немесе комментарийға жазып кетіңіздер, мен ол туралы видео түсіретін боламын. Осы нөмірге жібереміз. Сосын астында номер платежи деген бар. Ол нөмір, сіздің историяға кіресіз, жіберген нөмірдің басасыз, сосын астына түсесіз. Мына жерде тұр, номер квитанция, яғни чектің нөмірі қажет болады. Осыны көшіріп аласыз, жаңағыға келесіз, осы жерге тастайсыз, и сосын подтвердить деген басасыз. Ескерту, бұл жерде мен қазір депозит на 24 сағат дегенде тұр. Егер сізге бір айлық қажет болса, бірінші осыны басасыз, и одан кейін барып номерді жазасыз. И сосын подтвердить дейсіз. Болды. Осыдан кейін автоматты түрде өздері депозитке кетеді. Ал енді мен өзімнің депозитке барайын. Создать депозит дегенді басамын. Менде қазір көріп тұрсыздар. Толық ақшам осы. Мен 28 күнге ашқым келеді. Осы жерге қоямын. Так, менде осы сумманың толығымен аламын. Осы жерге тастаймын. Так, сумма 157. Создать депозитті басамын. — 100 рубльден бастай берейік. Так, ұзақ болып кетпейді. Дұрыс. Негізен 1 рубль ұсталып қалады әрбір депозитте. Так, менде 11 рубль қалды. Егер де мен список депозит дегенді басатын болсам, мен депозиттер тізімі көрсетеді. Міне қараңыз, все пополнение. Мен 205 рубль толтырғам, шығарып алғаным 154. Қарап отырсаңыздар, міне 100 рубль салдым, 102 қылдым, 102-ні қайттан айналдырдым, 154 болды, 105-ті алдым, 106 қылды, және 100 рубль осылайша өз жұмысын жасауда. Қалай шығарып аламыз? Вывести средстваны басамыз, создать заявка дейміз. Осы жерде өзіңізге ыңғайлысын таңдайсыз. Мысалға, картаны бассаңыз болады. Мына жерге таңдайсыз. Перфект. Nereden таңдайсыз? Қайсында шығарып алуға болатынын. Мысалға, осыны алайық. Әзірге менде не установлен. Яғни өзіңіздің кошелегіңізді орнатуыңыз керек. Содан кейін барып шығарып ала аласыз. Менде қазір тек Kiwi ғана орнатылған. Міне, мен қазір мысалы бассам, осылай шығып тұрады. Егер мен Kiwi нөмірімді тіркегендіктен, мен Kiwi нөміріме қазір ғана шығарып аламын. Осы жерге басамын. Мен қазір ақшаның бәрін депозитке салғандықтан, мен қазір шығарып ала алмаймын. Сондықтан бірінші депозит біткеннен кейін ғана шығарып ала аламын. Егер историяны қарайтын болсаңыздар, 154 рубль мен шығарып алғамын, және ол өте сәтті болды. Сондықтан бұл компания толығымен дұрыс жұмыс істеп тұр. Ешқандай кемшіліктер жоқ. Компанияның сілтемесін мен осы видеоның астына қалдырып кетемін. Және каналға жазылып, өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Тағы да, егер де осындай бағытта видеолар шықсын десеңіздер, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Және видеоның описаниясына біздің WhatsApp группамыздың сілтемесі бар. Сол жерде толығымен осы тақырыпта талқылай аласыздар. Сіздермен болған мен Казакпос. Каналға жазылып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сонымен сау болыңыздар.